әр ұлт мінез өзіне қолайлысын. Нағыз қазақ жылқысыз қалай жүрсін? Қазақтың тау жылқысы тұрған кезде жылтыраған жиптарың бұлай тұрсын. Тізгінді бір жіберіп, бірде тартып, жүрген жақсы жылқымен күнде шалқып, жіпқа мінген чиновник ченділерден, атқа мінген атбегілер мыңға сартық. Мінбеден жүр жылқыға мінбегендер, саясатта додаға кірмегендер, креслода отырып бастық болып жүр, ер тоқымға отырып көрмегендер, өмірі құйысқан ілмегендер, тартпа тартып үзеңгі кермегендер, ел тізгінін ұстап жүр біздің елде, жүгеннің не екенін білмегендер. Есім хан 6 жастан атқа мінген, содан соң халық қолдап таққа мінген, ат басына ие болған адам ғана жол көрсетіп алдыңға топта жүрген дейді. Екі тізгін болмаса адам атты бұра алмас, екі үзеңгі болмаса адам атқа міне алмас. Егер тартпа болмаса ат үстінде тұра алмас, ал құйысқан болмаса тау жотаңа шыға алмас, өмірдірік болмаса тау жотаңнан түсе алмас, қолыңда қамшы болмаса адам атты ұра алмас, ал ер тоқым болмаса осындай бұйым құра алмас. 6 жастан балаңыз ат үстіне мінбесе, 60 жасқа келгенде салт дәстүрден ұялмас, ұлтым деп ертең туа алмас дейді қолға. Сондықтан да шабан атқа мініп жылағанша, асау атқа мініп құлаған артық. Адамнан өмір сұрағанша Алладан өлім сұраған артық. Асыңдағы атыңа арпа берсең алдынан жүрме, сұлу берсең артынан жүрме, бидай берсең бір күн мінбе дейді атам қазақ. Сондықтан да жылқы ұлтқа бөлінбейді, жігіт руға бөлінбейді, руға бөлінбей, ұлттық деңгейде жүрген Оразалы көкемнің асыға бұлғап, той құтты болсын бұйырса.